Құрметті көрермен, назарларыңызда Түркістан өңірінде тұңғыш рет ұйымдастырылып отқан жаңа форматтағы тәлімгер реалити жобасында бүгін 5 бірдей жас аспаз өзара бақ сынаспақ. Оларға қойылатын басты талап белгіленген уақыттың ішінде тапсырманы орындап, дәмді ас дайындау. Жалпы қазақта 5 саусақ бірдей емес деген ұғым бар. Яғни біздің бүгінгі жас аспаздарымыздың әрқайсысының өзіндік қолтаңбасы бар. Аспаздық бұл өнердің бір түрі. Әлемде тіпті шеф-аспаз сахнаның әртісі деген де ұғым бар. Ол да өз туындысын көрерменге, яғни бізге ұсынады. Мысалы, Жапонияда салат дайындау бұл үлкен өнермен бағаланады екен. Себебі әр көкөністі жеке-жеке турап, оны әшекей ретінде безендіреді екен. Осы тұста Әселия, сізге бір сұрақ, түріктің атақты шоумен танисыз ба? Мәселен, Джем Йылмазды айта аламын. Жоқ, бізге ол бүгінгі тақырыбымызға байланысты, яғни асханадағы. Әрине, мәселен Нусрет мейрамханасымен танымал Нусрет Көкчен айта аламын. Одан кейін Бурак Өздемир бар. Жалпы бұл екеуінің де бірнеше мейрамханасының желісі, сонымен қатар миллиондаған келушілер бар екен. Кім білет, бүгінгі біздің 5 қатысушымыздың да арасынан дәл осындай танымал есім шығып қалар. Себебі бүгінгі біздің қатысушыларымыз да осал емес. Дұрыс айтасың. Жалпы ас адамның арқауы деген түсінікті біздің бүгін жас аспаздарымыз дәлелдейтін болады. Әселия, көрермендеріміз рұқсат берсе, бүгінгі бағдарламаны мен толығымен өзім жүргізіп шықсам. Сіз жексенбіде жақсылап дем алып, келесі бағдарламаға күш-қуат жинап келсеңіз болады. Көңіліңе рахмет десе де мен бұл жерден кетпеймін. Неге? Себебі бүгінгі сайыс менің нағыз демалатын кезім. Жалпы, сен неге осы жанашырлық ұсынысыңды автомеханик және де электрик бағытында айтпадың? Енді ол кезде жексенбі болған жоқ қой? Сөз тапқанға қолқа жоқ. Ендеше қажет, біз көп созбайық, жарысымызды бастаймыз. Құрметті көрермен, ендеше біздің аспаз бағыты бойынша көптен күткен жарысымыз басталды. Бірінші тәлімгерімізбен таныс болайық. Айкафуд және Арабика кофе желісінің негізін қалаушы, жеке кәсіпкер Әйгерім Нұманова. Сондай-ақ бүгінгі бақ сынасатын 5 қатысушымызбен де таныс болайық. Нөмір бірінші қатысушымыз Сұлтанов Азиз. Екінші қатысушымыз Мадиханов Алижан. Үшінші нөмірлі қатысушы Жарылқасын Аружан. Және де төртінші қатысушымыз Елеусіз Іңкәр. Және де ең соңғы 5-ші қатысушымыз Мұхаммед Дауд Райхан. Құрметті көрермен, тәлімгерлерімізбен және де қатысушыларымызбен таныс болдық. Ендеше Әйгерім ханым, өзіңізден жалпы сайыс туралы сұрап өтсек, қатысушыларды алдағы уақытта не күтіп тұр және сайыстың шарттары қандай? Құрметті, бүгінгі біздің финалистер, 5 қатысушымыз, сіздерді құттықтаймын. Осы жерде тұрғанымыздың өзі біз үшін жеңіс, сіздер үшін жеңіс. Себебі 22 ұсыныс білдірген кісілердің, бізде студенттер бар, қатысушылардың ішінен 5-іңіз жарып шықтыңыздар. Ол сіздердің осы жерге жеткендеріңіздің өзі мықты екендеріңізді дәлелдейді. Бізде өте қызықты сайыс күтіп тұр. Бұл аспаздық деген тек бір не емес, аспаздық ол сыры көп. Оған түрлі өнерлі де болу керек, оның дәмді сезу керек, ол тағамды түсіну керек, ұсынып тұрған адамның көңіл күйін көтеретінде, түсіретінде ол біздің тағам, біздің қолымыздан шығатын тағам. Сондықтан алда бізде қызықты сайыс. Тур бізде 5 турдан тұрады. Бірінші тур бізде қамыр ғажайыптары деп белгіледік. Ол жерде турдың атауларын айтайын, қалғанын біз сол асханада, сол жерде тұрып қызықтырып түсіндіріп беретін боламын. Бірінші тур қамыр ғажайыптары, екінші тур ұлттық ас, үшінші тур кондитерлік өнер, төртінші тур салқын тағамдар, бесінші тур авторлық финал болып есептеледі. Сол 5 турда сіздердің жасаған тағамдарыңызға қарап біз баға беретін боламыз. Ол жерде уақыт есептеледі. Ол жерде мен нелер дайындап қойдым, заттар дайындап қойдым, закуп жасадым. Сол закуптан сіздер теріп алып ұйымдастырып шығу керексіздер. Уақыт закуптан ұйымдастыру, дәм және сіздердің подачаларыңыз. Сол ұсынған түріне баға беретін боламыз. Қалған толығырақ мен іште сіздерге түсіндіріп берсем. Құрметті көрермен, тәлімгерімізбен және қатысушыларымызбен таныс болдық. Ендеше қатысушылар, дайынбыз ба? Ендеше біз көп күтпей сайысымызды бастаймыз. Менің есімім Мұхаммед Дауд Райхан болады, және де жасым 18-де. Бұл жарысқа қатысу себебім командамен жұмыс жасап, болашақта мықты аспаз ретінде өзімді көргім келеді. Менің аты-жөнім Сұлтанов Азиз, осы Түркістан қаласының тумасымын. Колледжде оқимын, көпсалалы индустриялық колледжінде. Жасым 16-та, Индира кафесінде жұмыс істеймін, повар болып.
Менің аты жөнім Мадиханов Алижан. Мен Кентау қаласынан келдім. Номер 7 колледжде оқимын. Қазіргі таңда турецкий кухня, фастфуд полный меңгердім. Енді қазіргі бағытым европейский кухня. Менің атым Ерев Сұңқар Батырқызы. Мен Түркістан Қожа Ахмет Яссауи кәсіби колледжінің 2-ші курс студентімін. Если ұтып жатсам, қайырымдылыққа берем. Менің есімім Жарылқасын Аружан Берікқызы. Түркістан болашақ жоғары көпсалалы колледжінде қазіргі уақытта жұмыс жасаймын. Аспаздық мамандықта. Алдағы уақытта дамытқым келеді. Қазіргі уақытта шәкірттерім бар. Кішігірім опыт жинау, кішігірім білім алмасу. Ал құрметті біздің қатысушылар, финалистер, сіздерге қазір 5 турда айттым. 5 турға қатысты дүниелерді мен осында алып кеп қойдым. Сол тақырып бойынша 5 түрлі тағамды сіздер дайындайсыздар. 5 түрлі тағамды сіздер түсіндіңіздер ғой, қамыр ғажайбы дегенге ашытылған қамыр, мұнда тәтті қамыр, булочканың қамыры мынау. Мынау ашытылған қамыр, и тесто, бездрожжевой. Қайсысын таңдайсыздар, өздеріңіз білесіздер. Бесеуіңізге бесеу жетеді. Мынау бесеуіңізге жетеді. Осыдан сіздер бір булочка немесе бір кішкентай нан түрі әдемі қаласаңыз самса дайындайсыз ба, соны дайындайсыздар. На жерде бездрожжевой тесто тұр, слоеный, и ашытылған қамыр тұр. Бірінші тур. Екінші тур бізде қазақтың немесе басқа ұлттың кухнясынан қалаған бір горячий тамақ дайындаймыз. Горячий тамақтың заттарын барлығы тұр. Красный рыба, филе, мынандай ет, фарш, кім қандай таңдайды. Бір порциядан дайындаймыз, сондықтан мына жерден келіп бәрін алып кетуге емес, бір порцияға қандай жетеді, өздеріңіз білесіздер, соны алсаңыздар. Үшінші тур бізде кондитерлік өнер. Кондитерлік өнерден сіздер қажетті дүниелер тұр, нені қажет тұтасыздар. Кондитерлік өнерге егер сіздерге тесто керек болатын болса, қайтадан осыны пайдалансаңыздар болады. Бірақ ішіне міне джем, шоколад, сливки, творожный сыр алып кеп қойдық, соны пайдаланасыздар. Төртінші тур бізде салқын тағам, холодный білесіздер, салат. Салаттың заттары тұр. Сосын авторлық финал, еркін тамақ. Ол еркін тағамда сіздер тағы да осы жердегі бар дүниеден бір басқаша бір өздеріңіздің авторский бір ойлап жүрген, жасағыларыңыз келіп жүрген, немесе жасап уже рецепт шығарып қойған тағамдарыңыз болса, соны осы жерде көрсетсеңіздер. Бізде қажетті құрал жабдықтар осы жерде бар. Қажет болса мен осы жерде не керек айтасыздар. Пештерді қосып, листтарды көмектесіп, мен сіздерге көмектесетін боламын. Барлық сұрақтарыңызға жауап беремін. Ал бастаймыз, сәттілік, өзіміз үшін қошемет көрсетейік. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп тұрғандай біздің қатысушыларымыз қызу процесс барысында. Енді дәл қазір Әйгерім ханым өзіңізден жалпы бірінші кезең туралы сұрап өстік. Қатысушыларымыздың ынтасын байқадыңыз, қалай әрекет етіп жатыр екен, жалпы тапсырма оларға оңай болып жатыр ма, өзіңіз бағалап өтсеңіз? Әрине бұл сайыс оңай болмайды. Біз бұларға рецепттерін алған жоқпыз. Бұлардан не зат керек деп сұраған жоқпыз. Бізде не бар, содан жасап шығар деп тапсырма бердік. Сондықтан бұл жерде қиындық не бар, содан ойлап дайындап шығу. Алдын ала біз сайыстың бағдарламасында айтқан жоқпыз бұларға тосын сый болсын деп, бір қызығырақ болсын, сонысымен қиын болсын деп. Және бұл жердегі үйренбеген кухня бірінші рет келіп тұр. Қай зат қайда тұр, қандай ыдысты қолдану керек, бұлар соның барлығын тез ойлап, бұлардың шешім қабылдаулары да мен қазір көріп таңтығып тұрмын. Соның барлығын процесте қолдану керек. Тез ойлау керек, тез шешім шығару керек, жоқтан бар жасау керек деген сияқты. Сондықтан әрине оңай болып жатқан жоқ, бірақ талпынып жатыр. Көрініп тұр, көздерінде от жанып тұр. Біз қазір осы жерден жақсы бір дүние жасап шығарамыз деген талпынысты көріп тұрмыз. Ендігі сұрақ мынандай болсын. Жалпы бірінші кезеңде неге дәл осы тақырыпты таңдадыңыздар? Басқалардың айырмашылығы қандай? Қамыр ғажайыбы деген, енді біздің дастарханымыздың сәнінде, берекесінде кіргізетін ол нан өнімдері. Сондықтан біз нан өнімін бірінші дайындаған қаладық. Біздің енді берекеміз, дастарханымыздың әрдайым бірінші шай берсек те, қонақ шақырсақ та, ас берсек те, ең алғашында нан қойылады столға. Сондықтан осы нан өнімін бірінші кезең деп таңдадық.
Қатысушылардың қарқыны жаман емес. Олар алғашқы кезең бойынша өздеріне берілген тапсырманы орындауға білек сыбана кіріскен. Ал бұл Азиз. Ол ерекше пицца жасаймын деп көзге түскен қатысушы. Бірақ әділ қазалқалары ең жас аспазға не айтар екен? Саламатсыздар ма? Міне бізде пицца Цезарь, бірінші түр қамырдан жасалған тамақ болған соң осылай пицца істедім. Ішінде творожный сыр, бетінде салат. Жеп көріңіздер өздеріңіз бағалап. Куриный филемен, Азиз? Куриный филемен. Тамақтың аты Цезарь ма сонда? Пицца Цезарь. Пицца Цезарь. Пеш, енді бұл жерде біз қарауымыз керек та. Бірінші рет кухняға кірді бұлар. Кухняны бірінші рет көрді. Бізде не товар бар, біз сонымен шарт бердік. Сағат 7-де біз бірінші турдың тағамын шығару керек болатынбыз. Үлгерді, шығарды. Дайындау барысында ешқандай қиындықтар болмады. Ойланып, жақсылап дайындап, дәмін көрейік. Жалпы сіз пышақпен жұмыс жасадыңыз ғой, Иә. Так. Бисмилля. Екі тестаны ортасына прям творожный сыр салған ба? Так, пицца теста жақсы шыққан. Тестаны өзі жақсы шыққан. Егер пешке келетін болсақ, пеште қатты сырдың күйі, пицца тестаны аста піспеуі тоже. Ал енді бетіне келген салатқа келгенде, салат Цезарь пиццаға огурцымен, помидор, рукола шөбі, сыр креметі өте қате. Мүлдем байланыс келмейді. Бірақ сізге теста бойынша өте жақсы, теста өте жақсы созылған. Ал бірақ бетіндегі салат дұрыс болмады. Және де сіз бағана пышақпен қолдана аласыз ба дегенде, наливкаларыңыз қатты андай жабай болып кесілген ғой. Асығыс болып кесіп шығып кетеді. Қанша жерден асығыс болсан да, не болсан да, ең дұрысы сапалы өнім шығару керек. Чем асыққанда қарағанда, онша емес тамақтан қарағанда асықпай. Сағат 7-де асықтырдық бірақ. Бірақ оған дейін бізде сағат 2 мен 7 аралығында уақыт. 5 сағат уақыт болды, сонда 5 позиция ғой бізде, дұрыс қой, 5 позицияға бір сағаттан өте уақыт көп. Енді жасың қаншада қазір сен? 16-та. 16 жаста. Мен 15 жасымда аспаз болып бастадым, 17 жасымда СНГ-де шеф-повар болдым. Қаншама 22 рет СНГ-дан телевиденияларға келіп түсірді. Бұл жақта қатты мақтағаннан не емес, тек қана сапалы өнім шығару керек. Мақсат сапалы өнім және де дұрыс туралы. Позицияны жақсылап білу керек. Сол кезде барлығы жақсы болады. Сіздердің ойларыңыз? Негізі бетіндегі сыр пиццаға арналған сыр емес па? Соған арналған сыр ма? Бұл жерде сыр эмир деген сыр қолданылды ғой, эмир қолданылған, содан қарайып кеткен ғой. Негізі сыр моцарелланың 45%-гі бар, сол өте жақсы шығады. Білем, бірақ бізге әкелген продукты мен жасадым. Соны біз имет етуіміз керек та. Бұл жерде мен енді бағалауым, продуктыны мен алып келгем. Біз продукты не бар, содан бұлар шығару керек. Өз идея, фантазияларын қосу керек болатын. Теста өзің аштың ба, или дайын бағана қамыр? Дайын аштылған. Дайын аштылған қамырдан. Сол жерде идеясы жақсы, ерекшеленген келгені көрініп тұр. Ішіне мына жерге бөлек соус, мұнда творожный сыр бөлек салған, мына жақтағы соусын өзі дайындаған, өзінің бір ерекше подачасын бергісі келген көрініп тұр. Рахмет сізге, Азиз. Жақсы, рахмет. Бұл менің басқалардан артықшылығым еуропалық тағамдар жасауым деген қатысушы Әлежан. Расымен солай ма? Ассалаумағалейкум. Бұл тағам аты мясо Веллингтон. Бұл Франция елінде бірінші болып дайындалған. Сиырдың бел етінен, мякотинен. Бұл тағам ерекшелігі бұл басқа қатысушыларға қарағанда Европа тағамдарына кіреді. Бұл тағамның бетінде слоеный тесто, ішінде сиырдың мякоти болады. Ал прослойкада грибы, шампиньон мен пияз қуырылып, арасына не салған? Болгарский перец салдым. Ал соусқа келетін болсақ, соус барбекю соус болды. Демиглас істеуге уақытым болған жоқ. Өйткені демиглас сүйекпен қайнату керек, оған бір күн уақыт керек. Сол үшін барбекю соусқа бульон, ет қайнатылған бульон қостым. Демигласты заменить еттім орнына. Получается, екі ғана ингредиент бар ғой, сонда барбекю соус тек сорпа ғана, сиыр етін сорпасы ма? Так, еттің піскеніне қанша уақыт болды? Еттің піскеніне негізі мен бірінші сразу береміз деп ойладым, кезек-кезек деп. Бұл піскеніне негізі ең бірінші кезең болғаннан ең бірінші болып пісіріп қойған едім.
өйткені мен пісіре салып беремін деп. иә пісіріп сразу беремін деп ойладым мен. Ал бәрін бірге шығару керек екенін білмедім ол кезде. Бізде энергияны қайта қорытып отырмас үшін біз бәрін дайындап алыңдар, сосын барып біртіндеп бересіңдер деп. Оны уже етті пісіріп болғаннан кейін айтты маған. Етті пісіріп мынаны неге пешке салып қойғаннан кейін. Так, еттің мариновкасына не заттар қосты? Еттің мариновкасын бірінші етті аламыз, тұзбен бұрыштап, жан-жағын стричкаға орап, холодильникке салып қоямыз. Ол холодильникте жарты сағаттай тұрғаннан кейін оны шығарып, розмарин майға қызған майға розмарин, екі бас чеснок, соны жақсап қуырып, розмаринмен чесноктың дәмін шығарып аламыз майға. Сөйтіп етті әр бетінен 3 минуттан 2,5 минуттан қуырамыз. Әлімжан екінші курс студентсің, е? Екінші курс студент. Кентаудан келді. Иә. Кентаудан келіп қатысып отыр біздің жарысқа. Күшті. Екінші курс студент. Дәл қазір сен қай жерде жұмыс жасап жатсың? Дәл қазір жұмыс істемеймін, бірақ осыдан 2 апта алдын Астанада Лабатага деген ресторанда жұмыс істедім. Паста цехта. Сол жерде өз тәжірибемді алып. Бұл жерде барлық аспаздықта оқып жатқан студенттер. Екінші курс студент. Өте керемет. Все, қазір оны тамақтың дәмін көреміз. Сен екінші тамағына қарай. Әнші, біздің шағымыз өтпей дегенді бетейік. Дәмін көріңіз. Бізданы көрек дейді, яны. Сыртындағы теста жаңа сылайын теста. Ет қатты әлі, е? Қатты сосын. Мариновка несі қатты шығады екен. Қатты маринатталған ба? Қатты маринатталған. Қатты маринатталғанда маринат көп маринатта аз тұрған, бірақ көп маринат қосқан. Негізі жақсы ниетпеген сияқты ғой. Прям жұмыс қылу керек. Ұзақтап уақыт ұстау керек та. Жалпы тамақтың дәмі жақсы, вид өте жақсы. Келе жатқаннан көрініп тұр өзі сапалы аспаз болатыны. Тек қателігі тамақты дұрыс таңдамаған, еттің мариновкасы сәл аз тұрған, қатты шығар жеген. Так селдің барлығы жақсы. Мынаның тестамен жұмыс жасауы, жұмыртқаның золотистый жағылуы, тестамен еттің қосылысы бәрі күшті шыққан. Ұнады. Керемет. Бізде енді еттің маринатта аз тұрып қалғанын айтамыз. Одан кейін жұмыс процесінде бала өте жылдам қимылдады. Әдемілікке жұмыс жасады. Сосын таза қимылдады, таза жүрді. Түрі әдемі, подачасы әдемі. Етте ғана кішкене минус болып тұрғанымен подача өте керемет. Ескертсе, ары қарай алып кететін жігіт. Әр аспаздың жасаған тағамы көздің жауын алуда, тіпті барлығы жеңіске лайық. Десе де сайыстың аты сайыс. Келесі қатысушымыз білікті аспаз, шәкірт тәрбиелеуші ұстаз. Өз ісінің шебермін деген Аружан бірінші кезеңде қандай тағам жасады екен? Саламатсыздар ма? Үшінші қатысушы Аружан, е? Иә. Есімім Жарылқасын Аружан Берікқызы. Түркістан болашақ жоғары көпсалалы колледжінде қазіргі уақытта жұмыс жасаймын. Үйдің дәмін сезіну үшін кәдімгі үйдегі күнделікті жеп жүрген бауырсағымыз, енді анамыздың деп айтамыз ғой. Енді аналарыңыздікіндей болмаса да, енді кішкене мен қолымнан дәм татып көріңіздер. Бауырсақ пісірдіңіз? Иә, бауырсақ бірінші. Астасы нан дейміз ғой, иә. Бауырсақта енді нанның бір түрі болып есептелінеді ғой. Негізі азан уақытта ыстық кезде жақсы еді. Сәл енді суып қалды қазір. Аружан, сіз қазір болашақ колледжінде аспаз, иә. Мұғалімсіз? Иә, мұғалім. Болды, тамаша. Біз қазір өзіміз бағасын беріп, сізге хабар келесі тағамға дайындала береміз. Рахмет. Сахарный пудраған алып шықты, өз рөлін жақсы алып шықты. Рахмет, бәрі. Енді бұл кісілер аспаз ғой, негізі? Осы аспаз мұғалімі қазір. Енді аспаз болған екен, более ресторанский немен шығаруға болады. Топ-томалы қапшы, аккуратно. Европа асханаларына, шығыс асханаларына кешірім болады да, бірақ біздің өзіміздің күшті бауырсағымызды аккуратно шығаруға болады әлде де. Бірақ атак дәмі барлық жақсы. Мен 5 жылдан бері, мен де кәсіпкермін, мен наубайхана жүргіземін, мен де 5 жылдан бері күнделікті бауырсақ пісіртеміз біз. Дәл соның қамыры болатын бұл.
біз тараптан соны алып келдік. Негізінде жақсы көтерілетін май қызбай пісіріп қойған. Май қызбай пісіріп қойғанда енді тестамен. Теста көтерілмей жатып, май қызбай тұрған майға салынған. Сондықтан қазір мынау уже соңғылар бет жағында тұрған. Біріншілері мыналар. Майда біраз қыстап қалған ғой, Қыстаған, май өте көп. Бауырсақта май өте көп. Сәттілік дейміз келесі кезеңге. Бауырсақ жақсы. Келесі қатысушымыз алғашқы кезеңнен бастап ақ тазалық және жылдамдық бойынша көзге түсті. Саламатсыздар ма, құрметті төрешілер? Мен атым Елеусін Кар. Мен 4-ші номерлі қатысушымын. Мен Түркістан Ахмет Яссауи кәсіби колледжінің 2-ші курс студентімін. Менің қазір нан өнімдеріне дайындалған менің тағамым бұл пончик. Бұның ішінде, мысалға бізде нанның ішінде бұл крем бар. Ол жаңағы творожный сыр или сливкимен дайындалған. Ал мынау ортада тұрған бізде құлпынайлы тосаптан дайындалған пончик. Ал мынау тұрған ішінде сүзбелі қаймақпен дайындалған ішінде салмамыз бар. Бұның қамыры ашытқы қамырға жатады. Дайындалуға көп уақыт кетпейді. Дәл қазір уақытта қайда жұмыс жасап жатыр? Дәл қазір Рекс Түркістан. Тағамды жасау барысында ең біріншілердің қатарында болған қыз бізде Іңкар. Бірінші болып болған осыны дайындап отырмыз. Онда сіз екінші кезеңге дайындала беріңіз. Жақсы болсын. Қарасаңыздар, мен барлығына бір тестаны берген. Ашқан қамырды, жаңаға піскен бауырсақ, мына бауырсақ, біздегі алдыңғы пицца, барлығының тестасы бір ашқан қамыр. Енді әркімнің идеясы мен фантазиясына да көңіл бөлуіміз керек. Сол қамырдан шығарған дүниесі. Сол бағана айтқым келген, қарасаңыз, таза рестораныңызға көрініп тұр. Іші современный бауырсақ болып тұр ғой. Ондай. Ішінде түрлі салмасымен. Майда ұстауы да, қуырылуы да, пісірілуі жолы да, Креміне бияны оценка берсең. Бұл жерде өздері жасады кремді. Ішіне салмасы әдемі кетіпті. Тек қана сахарный пудраны бұл тәттіге 3 тәттіні қосып қалғанда вообще күшті кететін еді. Қышқыл нені дәмі шығып отыр? Сахарный пудрамен немен айналысқан кезде қышқылып кетеді. Мынау креммен ба? Сахарный пудра қосып қойған. Кремі жақсарып жатқан. Бағасын берейік. Қызық, соңғы жас аспазымыз Райхан не жасады екен? Сәлеметсіздер ме? Бұл бізде нан астау, қазақтың нан өнімдері. Бұл жерде неше түрлі нан өнімдері кіреді, өзінің арнайы соустарымен. Және де бізде анау тұрған кремнің орнында негізі ащы соус болу керек еді. Ол дайындалған жоқ, өйткені бізде заттары болған жоқ. Одан кейін орнына осылай істедім. Бұл жерде самса, нан және бауырсақ кіреді. 4-ші соустың ішінде не қосылған? Бұл крем және де шоколадный не. Творожный сыр, сливкидан жасалған крем. Сары май, 2 варенье и крем, Енді жаңа алғашқы бітіргендердің ең бірінші болып дайындағандарының қатарында деп үндеуді айтсам, ең бірінші болып расымен біткен бізде Райхан бітті. Қараңыз, мен таңдау бердім да, ашылған қамыр бердім, слоеный тесто бердім да, екеуінің не істейік деп. Екеуінде пайдаланған. Жарайсың жаным, келесі неге дайындалады? Рахмет, сау болсын. Дайын тұрған тесто осы не болсын ше? Көрдіңіз тестамен жұмыс жасаған. 2 тестаны да главный пайдаланды да. Мен таңдау бердім, или екеуін пайдалануға болады, немесе біреуін деп. Қараңыз, пешке салып пісірген нан қылып, бауырсақ қылып пісірген. Майға қосып, майға. Потом бұлтта істеген түрін келтіріп, және бізде фарштар болған осында.
самсасында істеген. Ол фаршта дайын келді ме өзі? Осы жерде дайындады. Пиязы немесе тым аз, немесе пиязы жоқ. Қандай сізде? Жоқ, өте жақсы шыққан самса. пияз қосылған. Иә, Сол міне. себептен былай қатты болып тұрады. Перецінде ма Аз тұрған болса. сияқты, иә? Острый. Идеясы бар, подачасы бар. Құр әйтеуір өздерін әкеп қойған жоқ. Не бар бізде барлығын пайдаланған. Және ыдыстан да бізде таңдау болған. Мен бір бөлме ыдысты көрсеттім. Әрқайсың өздеріне керек ыдысты таңдаңдар деп, бұлар сол жерден құрастырып, ыдысты да жақсы таңдаған. Осы жерде айтатын кеңес, жалпы 15 жастан 16 жастан егер аспаз болып жатсаңыздар, мықты ресторанда жұмыс жасауға әрекет жасаңыздар, практика міне. Қазір соңғы 2 Рикс командасы өте жақсы дайындаған, тестамен жұмыс жасау процесі, әкелуі, таныстыруы өте әдемі. Практикасы жақсы екен көрініп тұр. Ол бізде Райхан.